Алдымен жеке аккаунтыңызға кіріңіз. Басты бөлімнен мақалалар бөліміне өтіңіз. Сізге Дарын онлайн білім беру платформасында жарияланған барлық мақалалар шығады. Сайттың оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жаңа мақала батырмасын басамыз. Бірінші мақалаңыздың тақырыбын қойыңыз. Таңдалған тақырыпты мұқият зерттеңіз. Өзіңізге сай бакалавр, магистрант, докторант немесе қызметкер дәрежесін таңдаңыз. Өзіңізге сай мақала, ашық сабақ немесе презентация бағытын таңдаңыз. Жұмыс орнын немесе оқу орнын көрсетіңіз. Аннотацияға тақырыпты ашатын қысқаша 2-3 сөйлем жазыңыз. Жазған сөйлемдеріңізбен оқырманды қызықтыруға тырысыңыз. Әрі қарай мақала жазуға кірісіңіз. Мақаланың құрылымы кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Есіңізде болсын, мақалада кемінде 100 сөз болу керек. Дайын болған мақаланы абзацтарға бөлуді ұмытпаңыз. Ең соңында мақаланы басынан бастап оқып шығыңыз. Қателерді дұрыстаңыз. Мақалаңыздың дұрыстығына көз жеткізген соң, жариялау батырмасын басыңыз. Мақалаңыз жарамды болған жағдайда жұмысыңыз тексерістен өтіп, Дарын онлайн платформасында жарияланады. Жарамсыз болған жағдайда қайта жазып көруге тырысыңыз. Жазған мақалаңызды профильдегі мақалалар бөлімінен көре аласыз. Жарияланған мақалаңызды сертификат батырмасына басу арқылы мақалаңыз жарияланғаны жайлы сертификатты жүктеп алсаңыз болады. Ол үшін 900 дарын немесе кошелегіңіздегі ақшаны пайдаланыңыз. Қажет төлем түрін таңдаған соң, сертификат алу батырмасына басамыз. Осылайша Дарын онлайн платформасында мақала жариялап, оның сайттан сертификат алсаңыз болады.